Саламатсыздармы? Бүгін біз дайындаймыз Наполеон тортын. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: un, бізге морозилкте тұрған майымыз керек болады. Қалаған шедевр или щедро лето, тағы не майлар бар. Проценті өте жақсы май істесеңіздер болады. Мынандай қылып теркадан шығарамыз. Мұздай болу керек. Мына унмен араластырғанда ол еріп кетпеу керек. Осылай унмен араластырамыз. Кейін 250 грамм суға 2 жұмыртқаны, жарты ас қасықта тұз, уксус араластырамыз. Осы үшеуін, төртеуін араластырып, жасап араластырғаннан кейін, ана араластырып қойған қамырымызға саламыз. Аз-аздан салып араластырамыз. Менің каналымда тамақтар да бар. Көріп шықсаңыздар болады. Келіп, лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды осылай дайындап, бөліктерге бөліп, менде осылай 9 штук болды. Холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін крем дайындаймыз. Крем үшін бізге 200 грамм май и молоко керек болады. Өте тез дайын болатын кремдердің бірі. Осылай май мен молоконы араластырып, май мен молоконы жақсы араластырғаннан кейін ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Холодильниктен қамырымызды алып, бір-біреуден жайып пісіріп аламыз. Шеттерін кесіп, 4-5 домалақ қылып жасасаңыздар болады. 10 минут, 8 минутте тез пісіп шығады. Дайын болған кремді осылай үстіне жағып, мен щеткамен жайып шықтым, қасықпен құйып. Сіздер де осылай дайындасаңыздар болады. Өте тез дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Осылай қойғаннан кейін үстінен бір тақтамен мен бастым. Осылай сіздер де басып бір-біріне тиіп тұру керек та. Осылай майдалап бірлесін үстіне себеміз. Менде 2 торт шықты. Мен 2 бөлек істедім тортымды. Біреу істесем де болар еді. Бұндай қабат-қабат болып шығатын еді. Мен 2 бөле салдым. Осылай үстіне себіп шыққаннан кейін, мындай арасы өте жақсы қысылдақ болып шығады, дәмді болып. Сіздер де пісіріп көріңіздер, өте жақсы. Мен видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар.